Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті шайым ташкенттік шайдың рецебімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: қара шай 1-2 қасық, көк шай 1 қасық, жалбыз жапырақтары, яғни орысша айтқанда мята, лимонның 4 тілімі, бір-екі қасықтай табиғи бал және де науат қосамыз. Үстінен қайнаған су құйып 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Сонымен біздің шайымыз дайын. Бұл шайдың дәмі әрбір адамды өзіне ғашық ететіні сөзсіз. Сондықтан да дайындап көріңіздер. Ас болсын.